Көп адамдар Binance'да ақша ұстайды, бірақ сол ақшадан қосымша табыс табуға болатынын бәрі біле бермейді. Бүгін мен сіздерге Binance орындағы барлық табыс тәсілдерін қарапайым тілмен түсіндіріп берем. Ең бірінші бұл Simple орын. Бұл ең оңай табыс түрі. Сен монеталарыңды Binance'ға уақытша жұмысқа бересің, ал олар саған күн сайын пайыз төлейді. Яғни бұл кәдімгі депозит сияқты. Мұнда екі түрі бар. Flexible, Locked түрі. Flexible гибкий, қалаған кезде шығарып алуға болады, бірақ пайыз төмен. Ал Locked ол фиксированный, 30 күннен 90 күнге немесе 120 күнге дейін бекітсең болады, бірақ табыс пайызы көбірек. Мысалы, менде 100 USDT болса, Locked түрінде салатын болсам, примерно жылына шамамен 6-8% табыс табуға болады. Мына жерде автоподписка да бар. Мына жерде гибкий түрінде салатын болсақ, мен өзімнің қалаған монетамды таңдаймын. Количество монета немесе максимальный. И подтвердить етеміз. Екінші осылай фиксированный түрі. Мысалы, мен Solana'ны алатын болсам, фиксированный түрінде 14 күннен 120 күнге дейін подписация етсек болады. Осылай количество монетаны енгізесіздер и немесе барлығын максимальный. И подтвердить етеміз. Келесі ол BFUSD немесе FTUSD табысы. Бұл доллар бағасына байланған стейблкоиндар. Яғни крипто бағасына секірмейді, тұрақты. Сондықтан егер сен тәуекел еткің келмесе, FTUSD немесе USDT сияқты стейблдарды орынға салып, тұрақты 5-10% жылдық табыс таба аласың. Қарапайым тілмен айтқанда бұл доллармен депозит. Осылай монетаны енгізесіздер, немесе максимальный и далее. Үшінші ол бізде стейкинг, Ethereum немесе Solana. Мысалы, сенде Solana немесе Ethereum монетасы болса, онда оларды стейкинг арқылы блокчейнге жұмысқа беруге болады. Бұл дегеніміз, сен желіні қолдап, соның есебінен табыс аласың. Әдетте стейкинг пайызы 5 немесе 15% арасында болады, бірақ локет болғандықтан шығару уақыты шектеулі. Мына жерде сумма стейкинга енгізесіздер и далені басамыз. Ал енді простой стейкинг ат айтып тұрғандай бәріне жеңіл. Яғни сенің орныңа Binance бәрін өзі істейді, сен монеталарыңды саласың, қалғанын жүйе автомат түрде стейк қылады. Нәтижесінде сен күн сайын пассивті табыс аласың. Бұл жерде ешқандай техникалық білім қажет емес. Осылай активировать етесіздер, начать зарабатывать и осылай қосылады. Келесі ол күрделірек, бірақ қызықты тәсіл ол бивалютный инвестиция. Мұнда сен бірден екі монетаға бәс тігесің, биткоин и USDT. Егер баға белгілі деңгейде тұрса, жоғары табыс аласың, бірақ егер баға қатты өзгерсе, активтің басқа валютаға ауысуы мүмкін. Бұл аздап лотерея сияқты, бірақ дұрыс таңдасаң, табыс пайызы өте жоғары, 20-30%-ке дейін табыс ала аласың. Енді арбитраж туралы. Арбитраж дегеніміз бір активті арзан жерден сатып алып, қымбат жерге сату. Binance оны автомат түрде істейді, яғни сен жүйеге ақша саласың, ал ол нарықтар арасындағы айырмашылықтан пайда табады. Бұл пассивті, бірақ тұрақты емес, нарықтардың мүмкіндіктеріне байланысты. Количество монетаны енгізесіздер, немесе максимальный. Одан кейін я прочитал галочкасын басып, осылай жалғастырасыздар. Түсінікті болды деген ойдам. Соңғысы ончейн доходность. Бұл табыс блокчейннің өзінің ішінде жүреді, яғни сен ақшаларыңды нақты смарт келісімдер DeFi жұмыс істейді. Binance сенің атыңнан сол протоколдарға қосылып табыс әкеледі. Бұл DeFi мен Binance-тың гибриді сияқты. Табыс жоғары, бірақ тәуекелде бар. Өйткені бұл ашық блокчейндермен жұмыс істейді. Сумма подписки, все. Я прочитал галочкасын басып, осылай далее деп жалғастырасыздар. Қысқаша айтқанда тәуекел аз, Simple орын екен, ал тәуекелі жоғары, бірақ табысы көп, бивалютный инвестиция, арбитраж және ончейн доходность. Барлығы өзіңнің стратегіңе байланысты. Ал достар, видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа.